Алматы облысындағы балық өсірумен айналысатын шаруалар инвестициялық субсидия ала алмай жүр. Еңбекші Қазақ ауданында бақтақ балығын өсірумен айналысатын кәсіпкер Мәрлен Тұрсынәлі соңғы 3 жылда 1,5 миллион ақш долларын салып 4 балық шаруашылығын құрған. Оған жұмсалған қаржының 25% бізге инвестициялық субсидия ретінде қайтарылуы тиіс еді. Алайда ол уақытылы төленбейді. Бұл балық шаруашылығын дамытуға біршама тежеу болып отыр дейді кәсіпкер. Алматы облысының балық өсіретін аймақтардың бәрі таулы жерде орналасқан. Таулы жерде орналасқаннан кейін бәрі өзендердің жағасында орналасқан. Өзендердің жағасында орналасқаннан кейін біз бетонный сооружениелер салып, сол жерде балық өсіретін боламыз. Облыс бойынша 5800 тонна балық өсірілді. Былтырғы жылы 380 миллион теңге субсидия берілді. Биылғы жылға 315 миллион субсидия жоспарланған. Сонымен қатар ауыл аманаты бағдарламасы, бұл жерде жаңа несие беру бағдарламасы жақсы жұмыс істеп жатыр. 177 миллион теңге несие берілді.